Tamam. Саламатсыздар группа? Саламатсыздар. Отырыңдар. Сынасыз бар ма группа? Сынасыз ал. Ilaşvili бар ма? Бар. Жұмабай бар ма? Бар. Мұсап бар ма? Бар. Мейрамхан? Бар. Нұрсұлтан? Бар. Сатыбалды? Бар. Танысбаев? Бар. Антон? Бар. Рамият? Мұзанбаев? Бар. Барын түгел екесіңдер, иә? Да, жігіттер, отыр қысқасы. Біз осы сабаққа дейін негізінен 3-4 тақырып өттік, иә, білесіңдер, иә? Тақырып өткен кезде біз енді бірінші жұмысымызда бүгін бастамай тұрып, яғни қауіпсіздік ережесімен тағы да танысып аламыз, иә? Қауіпсіздік ережесіне қандай қауіпсіздік ережесін сақтану керек? Бірінші Қолына определенный перчатка кию керек. Басында каска, көзінде очки, и өзінің абайлы болу керексің. Яғни мұғалімнің рұқсатынсыз Ұстауға болмайды. станоктарды және де мынау құрал саймандарды мұғалім рұқсатынсыз ұстауға болмайды, және де кабинетте ауысуымызға болмайды. Отыр. Енді біздің бүгінгі сабағымыз, тақырыбымыз былай айтқанда, ағашты бөлшектерін біріктіру. Алдыңғы сабақта біз мынау осы ағаш арқылы біз не істедік, кесіп дайындадық, иә? Енді бүгін осы ары қарай жалғастырып, мынау сабағымызды ағаштарды өңдеп жаңағыдай біріктіреміз сабағын. Түсінікті ме? Енді бірінші жұмысымыз бастамай тұрып, қауіпсіздік ережесіне қол қойып алайық. Илашвили, келіп баста. Жұмабаев. Құсайын. Мейрамхан, келесі. Нұрсұлтан, дайындал. Одан кейін Сатыбалды дайын отыр, е? Келе Сатыбалды. Любай. Танысбаев келеді. Замян Антон дайын отыр. Замян кел. И Мұзанбаев дайын отыр, Ислам. Кел. Енді қауіпсіздік ережесіне қол қойылды, иә? Қауіпсіздік ережесін енді ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Яғни бүгінгі сабағымыз жаңа айтып өттім, ағашты бөлшектерін біріктіру, иә, сабағымыз. Бірінші біз сабағымызды бастамай тұрып, бірінші біз заготовка дейді, былай айтқанда, ағаштарымызды не істейміз? Дайындап аламыз, кесіп дайындап аламыз. Ол үшін бізге не керек? Бізге бірінші рейкілер керек, ағаштар, өзімізге керек ағаштар. Міне, ағаштар керек өзімізге. Және осы ағаштарды кесетін қол ара керек, қол ара, бұл қора жаңа қауіпсіздік ережесін айтқандай, бұл араның не болу керек? Сабы бәрі дұрыс болу керек, тістері бәрі жарайтын жаңа болу керек, дұрыс болу керек.
Одан кейін бізге сүлгі білесіңдер ғой, сүлгі дегенде, яғни ағашты біз қазір сүлгілейміз, осы құралдар керек, және де балға, линейка и карандаш керек, бізге. Одан кейін бізді мынау не құрал бізде? Алдында жұмыс істеген егеу, яғни егеу құрал керек бізге. Енді жұмысымызды ары қарай, одан кейін ағашымызды қысу үшін бізге қандай құрал? Киски деген осы құралмен осы ағашты біз қазір жылжып кетпеу үшін осыны қысып қойып ағашпен жұмыс істейміз. Енді бірінші жұмысты бастамай тұрып мен сендерге схеманы жіберейін, сабақтың несін қандай немен дайындайтынымызды. Міне қазір әрқайсысына материалды дайындау ше. Қазір осы материалмен қазір дайындап жұмыс істейміз. Мына жақта осы. Барағы екеу береге. Енді сабағымыз бастамай тұрып, бірінші біз қалып жерімізді айттық. Енді қазір осы құралдармен жұмыс істейміз. Бұл жерде бүгінгі сабағымыз топтық, барлығымыз тұрып қазір осы топпен жұмыс жасаймыз. Алдыңда мына өзіміз дайындап қойдық, алдында не ағаш айтқандай. Осы ағаштарды бүгін біз біріктіріп, жаңағыдай сүлгі жаядың, жаңағыдай не жасаймыз? Бүйім жасаймыз бұл айтқанда. Енді келіп, мына жерде жасай берсіндер болады, келіп. Кептіретін, ал жұмыстың барысында қандай жұмыс жасадыңдар? Осы темірлерді егідік. Нені арқылы? Қай құралдарды, яғни тискаға қойдың да? Тискаға қойдым. Және егеудің арқасында егіп стадым. Егіп, осы бұнлақ жасап шықтың, тазалап, одан кейін ағаштарды алып, өлшеп, дәмді ұстап, сүргімен тазалап, беттен алып сақтыр, одан кейін батамын алып, шегелермен төрт жағынан шегелеп жасап шықтыр. Яғни бұның аты, бізде қазір бүйімнің сушылғы айтқанда, сүрге кептіретін құралы айтқанда, бүйім. Молодцы. Енді қойында қазір сендер бағалар жіберейік. Ал P240 тобы мынау бүгінгі сабағымыздың тақырыбын түсінгендерді ойлаймын. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы, тағы айталап өтейін, ағашты бөлшектерін біріктіру. Алдында біз осы бөлшектерді жасап шықтық. Бүгін осы бөлшектермен бүйім жасап шықтыңдар. Жаңа айтқанда өздерін полотенце сушитель, яғни сүлгі кептіретін. Енді бұл жерде сендер бағалап өтейін. Бағалауға кірісейін дойыз, қазір фамилия бағалап өтейін. Бірінші қатарда, яғни Елашвили саған 90 деген бал, өйткені сен осы бұйымдарға көмектескен үшін сүлгімен сүргілердің, шиге қарап, топ үшін бәрін жасап шықтың, саған 90 деген бал қоям. Одан кейін Жұмабаев, саған да 90 бал қоям.
осы балаларға көмектесіп, яғни топтық жұмыс жасалды. Одан кейін сатып алды. Сағында 90 деген бал. Yani o sırma bağlarına kömekleşip topluluk жұмыс жасаған үшін. Одан кейін замер Антон сағында 90 бал осы жұмысқа көмектесіп үйін жасап шыққан үшін. Және де Мұзанбаев сағында 90 бал. Молодцы, жігіттер осылай сабаққа қатысып, әрқашан өздерінің осындай өнерлерін көрсетіп, осылай алға басып жүре беріңдер. Енді сендерге рахмет. Келесі сабақта кездескенше. Жақсы сау болыңыздар.